Баршаңызға қайырлы күн көрермен. Бүгін сіздермен үй жағдайында осылай тез дайын болатын мини-пиццаның рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен бізге дрожжевое тесто қажет болады. Ол кез келген дрожжевое тесто болуы мүмкін. Тестамызды алып, осындай кішкентай бөлшектерге бөліп аламыз. Содан соң осылай қолымыздың көмегімен, ешқандай ұнның көмегінсіз, қолымыздың көмегімен тесталарымызды дөңгелек пішінге келтіріп аламыз. Содан кейін дөңгелетіп алғаннан кейін сразу осындай противенімізге жайғастырып аламыз. Сосын үстін жауып 5 минутқа тұндырып қоямыз. Бес минуттың көлемінде біз ішіне салынатын салмамызды дайындап аламыз. Ол үшін бізге колбаса и сыр қажет болады. Колбасамызды сыртын ашып, турап аламыз. Колбасамызды турап болғаннан кейін сырымызды үккіштен өткізіп аламыз. Міне біздің арасына қосатын салмамыз дайын болды. Енді тұнып тұрған қамырымызды алып, қолымызды суға батырып, қамырымызды жаятын боламыз. Міне осындай алдын ала дайындап қойған суға қолыңызды батырасыз да, осылай саусақтарыңыздың көмегімен қамырымызды жайып шығамыз шұқалатып. Барлығын толықтай жайып болғаннан кейін вилканың көмегімен осылай тесіп шығамыз. Сосын үстіне кетчупымызды, майонезімізді салып, жағып шығамыз. Барлығын толықтай жағып болғаннан кейін бетіне ешқандай масалғымызды салмай, духовкамызды, қызып тұрған духовкамызға 5-7 минутқа салып аламыз. Тестамызды полный пісіріп аламыз. Содан кейін ғана бетіне колбасамызды, сырымызды салып, тағы 2-3 минутқа салып алатын боламыз. Колбасаның, сырдың пісуінің қажеті жоқ. Ең бастысы сыр ерісе болды. Сондықтан да 2-3 минутқа ғана салып аламыз. Қамырымызды алдын ала пісіріп аламыз. Міне мен қамырымды 7 минут духовкада ұстағаннан кейін осылай көтерілді. Содан кейін үстіне колбасаны, үккіштен өткен сырымызды салып, қайтадан духовкамызға 2-3 минутқа салып аламыз. 2-3 минутта сырымыз еріп, осындай мини-пицца дайын болады. Құрметті көрермен, сіздер де жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған салтанат. Менің арнама тіркеліп қойыңыздар. Алда әлі талай жақсы рецептер шығатын болады. Көріскенше.